Хакім Абайдың ғақлиясы ақынның сөз өнеріндегі көркемдік қуатын, философиядағы даналық дүниетанымын даралап көрсететін классикалық стильде жазылған прозалық шығармасы. Ол тақырыбы жағынан бір бағытта жазылмаған, әр алуан. Мысалы, Абай өзінің 21 сөзін адам пенделерінің бойында кездесетін мақтан деген сезімге арнапты. Мақтан сезімін екі түрге бөліп, бірін үлкендік мақтаныш десе, екіншісін мақтаншақтық деп атайды. Сонда абайша үлкендік дегеніміз не? Үлкендік адам ішінен өзін-өзі бағалы есеп қылмақ. Біздер Абай ойлағандай үлкендік дәрежеге жету үшін өзімізге өзіміз есеп беріп отыруымыз керек екен. Істеген ісімізге, сөйлеген сөзімізге баға беріп отыруымыз керек. Мұндай адамдардың мақсаты өзіне жаман атақ тағылмауын қамтамасыз ету. Яғни надан атанбастығын, мақтаншақ атанбастығын, әдепсіз, арсыз, пайдасыз, өсекші, өтірікші, алдамшы сияқты жарамсыз қылықтардан сақтанып, сол мінездерді бойына қорлық біліп, өзін ондайлардан зор есептемек. Абай мақтаншақтар туралы ерекше түсінік береді. Оларды үш түрге бөледі. Бірінші сатысы ағайын ішінде атақты болғысы келетіндер, яғни өзін-өзін мақтайтындар. Екінші сатысы ел ішінде мақталсам дейтіндер дейді. Ал үшіншісі өз үйіне келіп айтпаса, не ауылға ғана келіп айтпаса, өзге кісі қостамайтын мақтанды іздейді. Өзін-өзі мақтап, болмағанды бойына таңып отыратындарды Абай наданның наданы, ләкин өзі адам емес деп бағасын береді. Қоғамда адамдар мақтаншақтық психологиясынан арылып, қайраттанып еңбек етуді, талаптанып білім іздеуге уақыт жұмсағаны жөн сияқты. Бізге Абай айтқандай, артық мақтанға салыну, өзгені қор, өзімізді зор санау әсте жараспайды. Әр қадамымызды анық басып, мақтанға салынбай, төгілген термен атқарған еңбегімізді білгеніміз жөн секілді.